أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz 11-ші сабаққа келдік. 11-ші сабақ бәйти деп аталады, яғни менің үйім. Оны алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Менің үйім. Хәза бәйти. Бұл менің үйім. Бәйти әмәмәл мәсҗиди. Менің үйім мешіттің алдында. Бәйти жәмилун. Менің үйім әдемі. Фихи хадиқатун сағиратун. Үйімде кішкентай бақша бар. Хәзихи ғурфати. Бұл менің бөлмем. Фиха нафизатун кабиратун ва мирвахатун жәмилатун. Фиха деген сол ғурфаны айтып жатыр. Яғни менің бөлмемнің ішінде, яғни менің бөлмемде не бар? Нафиза. Нафизаның терезе дедік, терезе. Үлкен терезе бар. Және мирваха. Жәмила әдемі. Мирваха дейміз желдеткіш. Сондай әдемі желдеткіш бар. Вентилятор дейді. Хәза сарири. Бұл менің кереуетім. Ва хәза курсии. Курсии. Бұл менің орындығым. Курси. Ва хәза мәктәби. Ал бұл менің партам. Яғни отыратын үстел орным, жұмыс жасайтын орным. Саати ва қалами ва китаби алал мәктәб. Менің сағатым, менің қаламым, менің кітабым партаның үстінде. Ва хақибати, менің сөмкем тахтал мәктәби. Партаның астында. Нафизату ғурфати мафтухатун. Менің бөлмемнің терезесі ашық. Яғни ашық тұр дейді. Хәзихи ғурфату ахи дейді. Бұл менің ағамның бөлмесі. Ва тилка ғурфату ухти. Ал анау менің әпкемнің бөлмесі. Ғурфату ахи кабиратун. Менің ағамның бөлмесі үлкен. Ва ғурфату ухти сағиратун. Менің әпкемнің бөлмесі кішкентай. Ғурфату ахи әмәмә ғурфати. Менің ағамның бөлмесі менің бөлмемнің алдында, яғни қарама қарсы. Ва ғурфату ухти, ал әпкемнің бөлмесі әмәмәл матбах. Ас үйдің алдында. Ас үйдің, яғни кухняның алдында, яғни соған қарама қарсы, параллельно. Ли ахун вахидун. Исмуху Усама. Менің бір бауырым бар. Менің туған бір бауырым бар. Оның есімі Усама. Вали ухтун вахидатун. Және менің бір қарындасым бар. Ус исмуха Суайды. Оның есімі Суайд. Суайд. Аби ва умми фи тилкал ғурфатил кабира. Менің әкем мен менің анам анау үлкен бөлменің ішінде. Ана ухиббу аби ва умми. Мен анам мен әкемді жақсы көремін. Ва ухиббу ахи ва ухти. Және мен әпкем мен ағамды жақсы көремін. Енді осындай бір мәтінді оқып шықтық, аударып шықтық. Енді соған жаттығуларды орындайық. Иқра ва күтіп дейді, оқып және жаз дейді. Мән фи хазал бәйти. Фихи хамид дейді. Яғни мән фи хазал бәйти. Осы үйде кім бар? Ол үйде хамид бар, хамид. Мәза фил хақиба. Хақибада не бар? Фиха китаби ва қалами ва дафтари. Сол сөмкемде кітабым, қаламым, дәптерім бар. Мән фис сайярати. Көліктің ішінде кім бар? Фиха аби ва умми ва ахи ва ухти. Сол көліктің ішінде әкем, анам және ағам және әпкем бар.
Мән фи мәсҗидил джамиати әл-ән. Қазір университеттің мешітінде кім бар? Мә фихи ахадун. Оның ішінде ешкім жоқ. Мән фи хазихил ғурфати. Осы бөлменің ішінде кім бар? Фихал мудир. Оның ішінде директор бар. Оқы дейді. Ухиббу аби умми. Мен анам мен әкемді жақсы көрем. Ухиббу ахи ва ухти. Мен әпкем мен ағамды жақсы көремін. Ухиббу замили. Мен кластасымды, яғни группаласымды жақсы көремін. Ухиббу устази. Мен ұстазымды жақсы көремін. Ухиббуллаха. Мен Алланы жақсы көремін. Ухиббу набия саллаллаху алейхи вассалам. Мен пайғамбарымыз, Алланың салауат мен сәлем болсын, жақсы көремін. Ухиббу луғатал арабията. Мен араб тілін жақсы көремін дейді. Машалла, осы сөздерді арабша айтып